Мен Сарымсақов Айымбек Батырғалиұлы, Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің 1-ші курс студентімін да. Қазіргі таңда жалпы жемқорлық деген мемлекеттік көлемге жайылған өте үлкен індет пайда болып, Қазақстанды ішінен жеп жатқан індеттердің бірі деп айтсақ болады. Жемқорлық арқылы жылына Қазақстан мемлекетінің ұлттық қорға қаншама зардап тиіп жатқаны қазіргі таңда бәрімізге белгілі. Енді Қазақстан осы жемқорлықтың алдын қалай алу керек деген сұраққа жауап берейік та. Қазіргі таңда Сингапур мемлекетін алатын болсақ, жемқорлықты жеңген мемлекеттердің ішінде алдыңғы қатарда тұрған мемлекеттердің бірі осы Сингапур мемлекеті. Сингапур мемлекетінің ең бірінші алға қойған шарты ол қоғамдық сананы қалыптастыру. Әр адамның өзіне жауапкершілік алуы, мемлекеттің дамуына деген қосатын үлесі ешқандай өзінің қара басы емес, ол мемлекеттің қоғамның дамуы үшін атқаратын жұмысты сол үшін атқаруда, сол үшін сондай мақсат қою. Енді Қазақстанда осы қоғамдық сананы қалай қалыптастырамыз деген сұрақ туады. Қазақстанда қоғамдық саланы қалыптастыру үшін біздер ол дүниені мектептен бастауымыз керек. Кішкентай жасөспірім балдарға, жастарға көптеген осы жемқорлыққа қарсы үгіт-насихат жұмыстарын көбірек жүргізген жақсы. Сәйкесінше осының арқасында Қазақстан болашақта дамыған елдердің қатарына қосылады деген ойдамын.